Сәлем, Инстаграм, сәлем, ТикТок, қалайсыздар? Так, мына жерге. Тук. Қалдарыңыз қалай? Кіргендер лайк басып отырайықшы, пожалуйста, лайк басып отырайық. Лайк басып отырыңыздаршы, ТикТоктағылар. Ой, блин. Жақсы, Индира, өзің қалайсың? Қазір мен мына жақта Инстаграмдан жазып отыр едім, 1 минут. Рахмет үлкен, Индикош, рахмет. Чо, Индикош, қайдасың, қалайсың? Так, кіріп отырғандар, қазір мына жерге тақтаға жазып тұрып көрсететін боламыз. Именно арманға жетуде, именно психологиялық жағынан что мешает деген тақырыпқа. Блин, мына екінші телефонымнан что-то жазамай жатырмын. Қалайсыздар, Инстаграм, ТикТок? ТикТоктан шықпайсыз ба? ТикТокта отырмын ғой. ТикТокта да отырмын, Қарлығаш ханым. ТикТокқа кіріп лайк басып отырсаңызшы, Қарлығаш ханым. Қазір екеуіне де кіріп отырмын, просто Инстаграмды да пробный жасап, екі жақтан да кіріп отырмын. Маған разбор керек осыған дейді. ТикТокқа кіріп, так, ТикТокқа кіргендер, кіріп разбор, разбор деп бұңға құдай өжік. Индира, разбор дегенге. ТикТокқа кіргендер, лайк басып отырайық, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Қазір разбор жасайтын боламыз. Неге мен армандарыма жетпеймін, неге мен қалауыма жетпеймін деген сияқтыларға қазір мына жерге салып тұрып көрсететін болам. Сондықтан лайк басып отырыңыздаршы. Ең бірінші мынаны жазып қояқ, я? Арманға жету деп жазып қойдым. Короче, мына жерде бүйтіп терісінен көрініп тұр ма? Ой, мына жерде көрінбей тұр. Арманға жету деген не? Типа флажок, да? Қалауыма жеттім. Ну, әрбіреуінде өзінің бір қалауы бар. Біреуде отношениемен, біреуде тағы бірдемке, біреуде материально қалауы бар деген сияқты. Материально өздерінің қалауы бар. Только без эмоций ұрыспай айтшы дейді. Индира, мен өзі солай сөйлеймін, сен білесің ғой мені. Ұрысып айтам мен, ұрыспай айтатын психолог емеспін, ұрысып айтатын психологпын. Бұл жерге только ұрысқанды естігісі келетіндер ғана отырады. Ұрысып айтатындар да. Поэтому ұрыспаймын бұл жерде, эмоциям сондай ғой. Так что нормально, саған ұрысып отқан жоқпын, Индикош, нормально отыра бер. Так, ең бірінші, бүйтіп бір адамды салып қояқ, я? Томпақ адамды салып қояқ па?
Қызды салып қояйық, я, бүйтіп. Почему мен қалауыма жетпеймін деген? Инстаграмда вообще. Вот мынау өзіңізбін деп ойлаңыздар. Өзіммен деп ойлаңыздар. Я? Мынау менмін. Менің өзімнің қалауым бар. Каждыларыңыздың өздеріңіз қалауларыңыз бар. Қ деп жазып қойын, мына жерде терісінен көрініп тұрма, сіздерге или нормальный көрініп тұрма? Мына жерде арманға жету деген сөз қалай көрініп тұр сіздерге? Мен өзіме терісінен вообще терісінен жазып қойдым, чтобы мына жерде маған көрінетіндей. Тура сіздерге де осылай көрініп тұрма, или теріс көрініп тұрма? Арманға жету деген сөз тұрма? Біз қазір арманға жетуге не ұстап тұр, психологиялық жағына не ұстап тұр, сол туралы айтатын боламыз. Сол туралы айтатын боламыз. TikTok вообще охватты түсіріп тастады. Ұрсып охватты түсіріп тастады ау деймін. Сол Индира айтқандай ұрсып отырғаннан охватты түсіріп тастады ма, білмеймін. Сондықтан лайк басып отырыңыздар. Менің бір қалауым бар, короче, в общем. Мен қалағаным, өмірде бір қалауым бар, я? Осы қалауыма жеткім келеді. Осы қалауымды жасағым келеді. Оның ішінде біреуде там машина, біреуде квартира, біреуде, білмеймін, диплом алу, біреуде TikTokқа шығып сауда бастау, или там еще что-то. Каждыларыңыз өздеріңіздің бір қалауларыңызды жазсаңыздар болады ішіне. Қандай менің қалауым бар? Нем бар менің деген сияқты, я? Не мені тоқтатып тұр? Қандай менің қалауым бар? Что мне мешает? Именно бірінші не то, что мешает, а именно қалауымды жазып алайыншы өзімнің. Іштеріңіздегі каждыларыңыздың өздеріңіздің қалауларыңызды осы жерге қойып жазып алыңыздар. Чтобы арғарай сіздерге легче болу үшін, соны білу үшін, соны арғарай жасау үшін, бірге отырып жасау үшін өздеріңіз соны қойып алыңыздар. Пока ойлана беріңіздер, лайк басып отырыңыздар. Қазір мен мына жақтан немді ашып алайын, 1 минут. WhatsApp-ымды ашып қойын. Сондықтан, давайте. Енді осы қалауларыңызға, осы қалауыңызды жаздыңыз ғой, я? Машина алғым келеді, бір жаққа көшкім келеді. Лайк басып отырайық достарымызбен. Мынау не? Мынау арманға жету деп жазып қойдық, я? Мынау сізсіз. Каждыңыз өзіңіздің фигураңызды әдемі қылдырып жасасаңыз болады. Мен томпақ бір қызды жасап қойдым. Өздеріңіз арық қылдырып жасасаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Ішіне менің қалауым бар. Қандай қалауларыңыз бар, міндетті түрде соны қойыңыздар, я? Менің қалауым бар, қандай қалауыңыз бар, міндетті түрде қойыңыздар. Ең бірінші соны жазыңыздар, қандай қалауларыңыз бар екенін. Қазір 1 минут. Сәлематсыз ба, Махаббат ханым? Махаббат ханым, кеше мен қосайын деген кезде система дұрыс істемей тұрды. Мен сіздерді бүгін қосам, я? Ана чат әлі ашқан жоқпын мен, кинотерапияның чатын ашқан кезде міндетті түрде қосам. Переживать етпеңіздер, барлықтарыңыздың списктарыңыз бар. Бүгін барлықтарыңызға кімге керек өз-өзіне терапия курсын ұзатып ашып қоямын. Енді осы қалауларыңызға қалайсыз? Мен күйеуімді WhatsApp-тан еске сүйген жолға қазір жылап әлі отырмын. Илап деп, қырғызша жылап деген илап па, Фарида ханым? WhatsApp-тан ескі сүйгенін жүрген қызыңмен, короче, қорып қойдыңыз, я? Ол енді басқа тема, қазір біз армандар туралы айтып жатырмыз. Негізі, ол жерде де енді көрдіңіз, сізге егер отношенияда измена болып жатса, мен айтпаймын, сіз кінәлісіз деп, да? Но в то же время, значит, екеулеріңіздің араларыңызда бір отношенияда кризис болып жатуы мүмкін, или вообще күйеуіңіздің өзі негіз может бабник шығар. Ол жерде кәдімгідей просто жай айта салуға болмайды. Ол жерде қандай бір себептер бар, содан көру керек. Мысалы, кейбір еркектер
олар өзі по жизни бабник. Сен барсың, жоқсың, сен красотка бол, сен интересная бол вообще өмірде. Ол бабник болатын, еркек бабник болады. Ал бұрын ондай жағдай болмайтын болса, қазіргі күнде отношенияларыңызда осындай басқа қыздар қосылып басқа біреуге жазып жатса, значит екеулеріңіздің араңызда семейный кризис болып жатыр. Онымен де жұмыс істеу керек. Почему так деген сияқты, я? Давайте ары қарай жалғастырайық. Енді осы қалауыма жете алмау үшін не маған бөгет болады? Не бөгет? Не бөгет? Но бөгет деген сөз, короче. Мен сіздерге теріс болып көріну мүмкін, да? Бірінші, өздеріме сенбеймін. Или там что еще? Ақшам жоқ, екінші. Ақшам жоқ дейді. Кейбіреу айтады, мен бизнес бастағым келеді, бірақ ақшам жоқ. Біреу айтады, лайк басып отырайықшы, достар, лайк басып отырайықшы, ханымдар, пожалуйста, сіздерден кері байланыс. Мына жерде қараңыз, сенбеймін, ақшам жоқ, еще тағы да қандай, мысалы, күмәндана беремін деген сияқты ой болуы мүмкін, я? Күмәндана беремін, үрей деген сияқты. Үрей. То есть, осылар бөгет болуы мүмкін, я? Менің қалауым бар, бірақ та осы қалауыма семьям бар дейсіздер, біреулеріңіз айтасыздар, менің 4 балам, мен ауылда тұрам, әр түрлі бір бөгеттеріңіз бар өздеріңіздің. 4 балам бар, ауылда тұрам, или там еще что-то. Ханымдар, пожалуйста, лайк басып отырыңыздаршы, маған кішкене охват көтеруге көмектесіңіздерші, лайк басып отырыңыздар. Что-то последний 3-4 күн болды, кәдімгідей охват төмендеп кетті. Сондықтан лайк басып отырыңыздар, 20 теңгелеріңізбен подарок жіберіп қойыңыздар. Бір подарок 15-20 теңге ғой, сіздерге ол түкте болмаса да маған кәдімгідей охват көтеруге көмектеседі. Мен де сіздерге пайдалы контент беруге тырысамын. Сондықтан Инстаграм, қалайсыздар? Инстаграм. Мен екі жақтан да қарап отырмын. Бір жақтан кім арманға жету деген проблемасы болып жүр, солар, пожалуйста, қараңыздар. Инстаграм, я, екі жақтан қарап отырғаннан кейін кішкене мән бермеу мүмкін, бірақ тыңдап отырыңыздар. Сондықтан менің қалауым бар, машина алғым келеді, Америкаға көшкім келеді, английский бастағым келеді, ананы істегім келеді, мынаны істегім келеді, тиктокпенен бизнес бастағым келеді, оны істегім келеді, бұны істегім келеді, каждыйында бірдемке әйтеуір бар. Енді ары қарай, мына жерге, мысалы, кірпіш жасайықшы, бір үй сияқты, я, сіздердің қалауларыңызға кірпіш. Сіздердің қалауларыңызға жету үшін не бөгет болады деген. Лайк басып отырайық, достар. Лайк басып отырайық. Инстаграм, лайк басып отырайық. Лайки. Кішкене адам саны да артсын. Лайк басып отырыңыздар. Не бөгет екен өздеріңізге жазып қойыңыздаршы. Сіздерде не бөгет? Мысалы, менің қалауым бар. Сенбеймін, ауылда отырмын, ақшам жоқ, үрейім бар, тағы бірдемке деген сияқты. Сенбеймін, қандай бөгеттер бар қалауларыңызға? Өздеріңіздің қалауларыңызға қандай бөгеттеріңіз бар? Міне қалауыңыз тұр, міндетті түрде ішіне жазып қойыңыздар, я? А на самом деле, мынау қараңыздар, мынау вроде бы, я? Мысалы, мынандай үй болатын болса, мына үйдің кірпіші болатын болса, әртүрлі фундаменті болатын болса, сіздер, мысалы, менің қазір күйеуім маған рұқсат бермейді, немесе мен сенбеймін, или мен ауылда отырмын, или мен немене тағы да уақытым жоқ. Бұл тек қана сіздердің саналарыңызда тұр. Бұл тек қана сіздердің саналарыңыз. Бұл на самом деле сіздер ең крышасын айтып тұрсыздар. А бұның астында басқа да уже арғарай өздеріңіздің бұны не дейміз? Бұны түп сана дейміз, я? Түп санамызда мүлдем басқалар тұрады. Түп санада мүлдем басқалар тұрады. Енді мысалы көбісі битіп айтады. Мысалы алдында бір ханым отыр, айтады, я, мен күйеуімнен кетем ба, кетпеймін ба, мен өзім білмей жүрмін әлі күнге дейін. Күйеуімнен кет қалсам, қайта-қайта маған өзі хабарласады. Күйеуім қайта-қайта маған өзі звондайды. Или айтады, мен кеткім келеді, бірақ та бөгет, менің балаларым бар. Көбісінің айтатын сөзі, я? Мен кеткім келеді, бірақ маған бөгет, балалар бар дейді. Немесе мен бизнес бастағым келеді, бірақ та маған бөгет, мен ауылда тұрып жатырмын дейді, я? Мен бір іс бастағым келеді, бірақ маған осындай деген сияқты. Бұл тек қана сіздер крышамен сөйлейсіздер. Сіздер
көбінесе неге бір жағынан осы сөзді айтасыздар, екінші жағынан қасымда анау жүр ғой, мысалы Айгүл жүр ғой, вроде бы сол ауылда тұрып жатыр, бірақ та бір іс бастап жатыр. Мысалы ана жақта Сәуле тоже күйеу ұратын, күйеу соғатын, күйеу ақша таппайтын, күйеу игроман болатын. Но все равно как-то кетті ғой балалармен деген сияқты өздеріңіз неге деген сұрақты мына төбеде тұрғанда көп қоясыздар, иә? Ал бұның астына келетін болсаңыздар, әрбір адамда мына өздеріңіздің қалауларыңыздың атын жазып қойдыңыздар ғой. Мысалы, машина алғым келеді, или Америкаға көшкім келеді, или бір бизнес бастағым келеді, тағы бірдемке деген сияқты, иә? Осының барлығының астында тұрған, енді қарайтын болсақ, мысалы, каждыңыз өзіңіздің бір қалауларыңыз жазыңыздаршы, Инстаграм, ТикТок тыңдап отырғандар. Мысалы, қандай қалауларыңыз бар? Просто мысал ретінде бастау үшін. Өздеріңіздің бір мысалдарыңызды жазып өтіңіздер. Менің қалауыма жетуге маған не бөгет болып отыр дегенге жазып өтіңіздер. Кімде қандай мысалы қалаулары бар? Я жду от вас, давайте. Ответ жду. А мына жерге келген кезде, мынау мысалы, жаздыңыздар ма, жазыватсыздар ма? Это вообще шок, мен вообще шок болып жатырмын ТикТоктаншы. Кәдімгідей 300 адам, 200 адам отыратын жерде 3 адам, 4 адам отыру деген вообще. Инстаграмдағылар тоже лайк басып өтіңіздер, қолдарыңызды көтеріп қойып, приветик деп бірдемке жазып қойыңыздар, көріп отырайын мен сіздерді тоже. Мынау мысалы, шынына келген кезде біздің қалауымызға жеткуге өзіміздің бір ішкі кедергілер бар. Жаңағы айтқан сияқты, өзімнің қалауым күйеуімнен кету деуі мүмкін. Саламатсыз ба, Бақытгүл, лайк басып отырмын, рахмет үлкен, лайк басып отырыңыздар. Ішкі кедергілер болуы мүмкін. Ішкі кедергілер вроде бы үстінде менің қалауым Америкаға көшу, машина алу, үй алу, бизнес бастау. Менің бөгетім, бұл крыша. Менің бөгетім, типа мен үйде маған күйеуім рұқсат бермейді, маған анау рұқсат бермейді, мынау маған рұқсат бермейді деген сияқты өздеріңіз или ауылда тұрып жатырмын, или анау-мынау деген сияқты крыша болса, ал ішкі кедергілерде мүлдем басқалар тұрады. Мысалы, ішкі кедергінің ішінде мен егер күйеуімнен кетіп қалсам, мені қазір кім асырайды? То есть ішкі кедергінің ішінде өзіңе деген жаңағы финансово мен зависимым күйеуімнен деген сияқты болу мүмкін. Немесе ішкі кедергі, мысалы мына жерде күйеуім бір қалауды жаза салайықшы жарайды. Допустим, бизнес бастағым келеді дейсіздер, иә? Бизнес бастағым келеді. Бизнес бастау. Мына жерде айтасыздар, ауылда тұрып жатырмын. ТикТокты күйеуім рұқсат бермейді. Әртүрлі бір бөгеттерді айтасыздар. Астына келген кезде мен бастамаймын, потому что мен қорқамын елдің сөзінен. Мен бастамаймын, потому что ақшам жоқ дегеніңіз болуы мүмкін, да? Немесе мен бастамаймын, ішкі кедергілерде ақшам бар болса да, сіз мысалы ақша табасыз, қалай да болса да ақша табасыз. Но в то же время вдруг мен сол ақшамды шығара алмаймын деген сияқты болашақты контроль жасау тұруы мүмкін. Болашақты контроль жасау. Мен ақша таба алмаймын, потому что, мен бизнес бастамаймын, потому что маған точно соны бастай алатыныма гарантия керек, да? Или мен қазір вдруг оны жасау үшін мен әлі бизнес туралы түкте білмеймін, сондықтан пока что мен үйрене беруім керек. Идеальный бір моментті күтіп отыр, идеально бәрін біліп алам, сол кезде жасаймын. То есть астында қабырғаға қарасаңыздар, қабырғада мүлдем басқа проблемалар тұруы мүмкін. Қараңыздар, еще фундамент бар қабырғамен бірге, да? Или қазір мен бастасам, мен бизнес бастасам, ары қарай мен дұрыс жасамасам, елдің бәрі мені мысқылдайды. То есть бұл жерде ұят сезімі тұру, иә? Или немесе мен бизнесті бастайтын болсам, ары қарай дұрыс жүргізе алмайтын болсам,
өзімнің ішімде мысалы мен осы кезге дейін 2 рет 3 рет жасадым, сол кезде мен дұрыс жасай алмадым, сол кезде менің қолымнан дұрыс келмеді, сондықтан мен не істеймін, сондықтан мен ары қарай өзімнің ішіндегі критикам отыр, критикам отыр. И мен осы үшін әртүрлі себептер тұрады. Мысалы көбінесе жаңағы айтқанымдай дұрыс жүргізе алмауым мүмкін, ел маған күледі, немесе ата-анам маған не дейді дұрыс жүргізе алмасам, немесе ақша жоғалтудан қорқу, немесе әртүрлі идеальный моментті күтіп отыру да. Бұл осыларды айтатын болсақ, бұл жаңағы қабырғасы, И осымен бірге артында идеальный, енді тура түбіне келетін болсақ, мысалы идеальный моментті күтіп отыратын адам бизнес бастасам, егер не идеально болып қалатын болса, түсініп отырсыздар ма? Бизнес бастасам, егер мен не идеально жасайтын болсам, онда мен не болам? Ішімдегі опять же критикаға келем. Мен өз-өзімді жеп қоямын. То есть мен өз-өзімді критиковать етемін деген сияқты да. Немесе мен қазір бизнес бастайтын болсам, ақша жоғалтып алатын болсам, мен ары қарай не істеймін? То есть бұл үрейдің ішінде отыру. Одан кейін, егер маған қазір барлығы күлетін болса, мен дұрыс жасамайтын болсам, үйдегілер мені мысқылдайтын болса, значит маған жаман болуға болмайды. Бұл фундамент, қараңыздар, маған жаман болуға болмайды деген. Бұл уже фундамент астындағы, бұл уже бейсанада жатқан. Түп сана бар, оның астында бейсана бар. Бізге мына төбедегі көптеріңіз айтасыздар, неге мен өзгерте алмай жатырмын, неге бүгінгі жағдайымды өзгерте алмай жатырмын деген сияқты, неге болмай жатыр деген сияқты. На самом деле, сіздер только крышамен ойлайсыздар. Үймен айтатын болсақ, только крышамен ойлайсыздар. А сіздерге ол қабырғаны табу керек, И қабырғамен бірге ары қарай артындағы фундаментті табу керек. Фундаментта не болып жатыр? Лайк басайықшы, давайте 5000-ға жеткізіп тастайық. Бизнес бастауға ақша керек. Сондай дұрыс айтып жатырсыз. Бизнес бастауға ақша керек дейміз, бизнес бастауға күйеуімнің рұқсаты керек дейміз, бизнес бастауға тағы бірдемке керек дейміз да. Бірақ та егер түбіне баратын болсақ, егер өзіңізді прям осы көріңізші, мына басыңыз деген бұл сіздің крышаңыз болсын, Сонымен бірге түп санаңыз бар, бей санаңыз бар, Басыңызда маған күйеуім рұқсат беру керек, мен қалада тұруым керек, маған ақша керек, анау-мынау деген сияқты. Но біреу сіздерге айтатын болса, вот, сен 100%, егер осы бизнесті ашатын болсаң, 100% сен 100 000 теңге саласың, бірақ та 500 000 теңге 3 айдың ішінде аласың десе, сіздер поверьте, бизнес бастауға ақша керек деп отырған адамдар міндетті түрде сіздер оған ақша табасыздар. Сондықтан ол вообще проблема емес. Немесе біреу сізге, мысалы қыздар айтады, мен күйеуім жақсы көрем, ол маған измена жасайды, мен кеткім келеді, бірақ та кете алмаймын, неге деген сияқты. И сұрайсың да, сен санаменен айтып отырсың да, күйеуімнен кете алмаймын, балалар үшін отырым деп. Сосын сұрайсың, сен оның түп санасына кетесің да, түп санасына, а вдруг сенің, вот, қандай жағдайда сен одан кетер едің? Сен кетіп қалған әйелді қалай көресің десе, айтады, финансово күшті, жетістікке жеткен. То есть получается, сенің кетуің бала емес, сен өзіңді бір финансово қаржылай өзіңді әлсіз көріп тұрсың да. Сен әлсіз көріп тұрғаның үшін кете алмай жатсың. Сенің түп санаңда сен тоқтап тұрған осы. Или айтады, кеткісі, мысалы балам бар болса да кете алмай отырым десе де, оның артында егер өзінің ата-анасынан жаңағы тәуелсіз болса, өз ойын айта алатын болсам, онда кет қалар едім дейді. То есть получается, сен түп санаңда ата-анаңнан сепарация жасай алмай отырсың. Сенің проблемаң сол жерде, сенің проблемаң мына жерде менің балаларым, немесе мен ауылда тұрам, просто менің үйім жоқ деген барлығы болсаң кіме? То есть каждыйның мына түп санасында не тұр, соны табу керек. Понимаете? Одан кейін ары қарай енді бейсанаға кететін болсақ, бейсанада ары қарай уже кәдімгідей тұрған установкалар. Установкалар не? Кішкентай кезінде қателік жіберген үшін оны унижать еткен. Кейбір кезде мысалы сезімдер туралы айтатын болсақ, көбінесе бейсанаға келетін болсақ, бейсанада ылғи сезімдер тұрады. Біз сезімдерден қорқамыз. Например, мен егер бизнес бастасам, мен ақша жоғалтып алатын болсам, мен ақша жоғалтқанның өзінен емес, мен түбінде өзімді лох сезінетін болам. Мен өзімді вообще жаман бір адам сезінетін болам. Мен именно сол жаман адам болуымнан қорқам. Мен ол артындағы жаңағы неден қорқпаймын? Ақша жоғалтудан, Мына жерде мен күйеуімнен қорқам деп тұрам, мына жерде ақша жоғалтудан қорқам деп тұрмын. Бірақ та мен ақша жоғалтудың астында жаман болудан қорқам.
То есть мен уже бейсанама кеткен кезде осы почему психологқа адамдар келу керек, иә? Потому что бәрі мына бейсанамен түп санада жатыр. Когда сіздер мына бейсанамен түп санамен жұмыс істейсіздер, да, кейбіреу мысалы мен ешкімнен кем емеспін ғой, мен неге бастай алмаймын, мен неге жасай алмаймын деген сияқты сұрақты көп қояды, бірақ ответін таба алмайды. Сіз ответін таба алмайсыз никогда. Почему? Потому что барлығы бейсанада жатыр. А бейсанамен жұмыс істеу үшін сен мына мименен жұмыс істеуің керек, сен мына теломен жұмыс істеуің керек, мына сезімдермен жұмыс істеуің керек. А біз тек қана миды ойлаймыз. Ми не айтып жатыр. Неге, а теломызда именно соның состояниеға алып келетін бұл психолог. Понимаете? Психология арқылы біз уже ары қарай табамыз. Терапия арқылы біз ары қарай табамыз ненің не болып жатқанын. Сондықтан қалай да болмаса бейсанаға бару керек. Мысалы қыздар санада айтады, санасында айтады. Неге жігіттерге өзім звондай берем? Неге жігіттерді өзім іздей берем? Неге жігіттерді жоқ болып кетсе өзім қайтадан оны іздеп бастаймын деген сияқты. Неге деген сұрақ бұл оның крышасында тұр, иә? Крышада осы сұрақты қояды. Ал егер астына қарайтын болсақ, потому что мне скучно, білмеймін, мен өзімді керексіз сезінемін, мен өзімді жаман сезінемін, мен оны жақсы көрем деген сияқты түп санасында тағы бірдемкелерді айтып шығады. Ал бейсанаға кететін болсақ, бейсанада ол керексіз болудан қорқады, бірінші. Екінші, өзін толыққанды санамайды, яғни мен нормальный отношенияға лайықты емеспін. Мысалы, кейбір қыздар айтады, неге менің өмірімде альфонс кездесе береді? Немесе неге маған өмірде инфантил позициясындағы еркектер, то есть или ақшамен зависимый, или ойынға зависимый, или алкогольге зависимый, или вообще өзінің мамасына зависимый еркектер неге кездесе береді дейді. Потому что сен на жерде спасательсің, спасательдің түбінде мені просто так адамдар қабылдай алмайды. Потому что мені кішкентай кезімнен мына фундаменті, үйдің фундаментіне қарайтын болсақ, мені кішкентай кезімнен просто так қабылдаған емес. Мен жақсымын, когда мен кому-то помогаю. Мен өзімді лайықты өмірде толыққанды санамаймын, мен толыққанды емеспін. Но если мен бір еркекке көмектесетін болсам, ол мені жақсы көретін болады. Вот сол кезде ғана мен өзімнің жақсы екенін сезіне аламын. И бұндай адамдар именно осы фундаментмен жұмыс істеу керек. Ал фундаментінде көбісінде не тұрады? Мен толыққанды емеспін, мен лайықты емеспін, мен жалғыздықтан қорқамын, мен қателік жіберуден қорқамын. Мысалы, көбісінің ішінде бүйтіп айтады, я неге мен елдердің сөзіне көп мән беремін? Опять сондай сұрақ, я мен неге елдердің сөзіне көп мән беремін? Сен үстінде айтасың, мен елдердің сөзіне көп мән беремін дейсің, я? Ал оның астында өзімді жақсы сезіну үшін деген тұрады, я? А оның бейсанасына қарайтын болсақ, бейсанада мен кішкентай кезімде жаңағы тек қана бір елдің сөзі арқылы мені үйретіп қойды. Тек қана елдің сөзі арқылы өзіңді қабылдау, өзіңді бағалау деген сияқты, я? Бұл бейсанаға кететін. Сондықтан ең түбінде всегда елдің сөзімен ғана өзімді жақсы сезінем, а оның түбінде вообще жалғыздықтан қорқу да тұруы мүмкін. Яғни, егер мені басқалар жақсы көрмесе, ертең мен жалғыз қалып қаламын. Мысалы, бізді кішкентай кезімізде айтты ғой, бірдемкен тыңдамасаң, айтқан тілін алмасаң, сразу не деді? Сразу. Типа, вот, қазір мен сені далаға қуып жерем, мен сені қазір шығарып тастаймын, бабайлар келіп сені алып кетеді деген сияқты, я? И біз соған әбден үйреніп қорқып қалғанбыз. То есть бейсанада сол қалып қалған. Сондықтан біз анау түбіне баруымыз керек. Ал түбіне бару үшін ең бірінші, мен ересекпін, бүгінгі күнде мен ересекпін, мен өзім шешім қабылдай аламын деген состояние, мен толыққандымын, мен басқадан кем емеспін, я бүгінгі күнде может бірдемкені дұрыс білмейтін шығармын, бірақ та мен басқадан кем емеспін деген состояниеға, вот осы состояниені, іштегі осы ішкі тіректі өзгерту деген, осы ішкі кедергілерді өзгерту керек, ішкі кедергілерді бірінші табу керек, и соларды алып тастап, оның орнына альтернативный басқа варианттар қою керек. Понимаете? Но көбісінде в основном болмай тұратын жері, көбісіндегі болмай тұратын жері, мен толыққанды емеспін деген состоянияда жүру, біреуге керексіз болудан қорқу, я? Сонымен бірге жалғыздық, то есть жалғыздық, ары қарай конфликттан қорқу бар. Мысалы, кейбіреу айтады, мен өзімнің ойымды айта алмаймын, неге дейді? Сен оның түбінде конфликттан қорқасың. Саған потому что кішкентай кезіңде ойыңды айтып бастаған кезде, саған кішкентай кезіңде бір мама бірдеме деп өзіңнің ішкі дүниеңде бірдемкені айтып бастаған кезде саған не деді? Аузыңды жап бар.
қонақтар кетеді, сосын сөйлейсің, бар сен кішкентайсың әлі да. Или не деді, үндемей жүр, ертең келін болған кезде үндеме, ертең күйеуіңе ешқашан үндемеген үйдей бәледен құтылады деген сияқты сөздерді айтты. И осыдан кейін біз не болды? Осыдан кейін ары қарай біз өзіміз вообще конфликттен қорқамыз, конфликтовать етуден қорқамыз, и вообще конфликттің өзі бізге бір позор сияқты көрінеді, иә? Біз өзіміздің границамызды қорғауды білмейміз. Саған адамдар басынбайды, сен границаңды қорғау білмейсің. Да, но в то же время адамдар бар, токсичный адамдар, абьюзер адамдар, но в то же время сенің өзіңе сұрақ. Токсичный абьюзер адамдар сені соншалықты басынып отырса, почему ты там сидишь деген сияқты. Арт жағында опять өзіңе сұрақ келеді. Қалай болса да айналып өзіңе сұрақ келеді. Потому что мен жаман болудан қорқамын, или мен жалғыз қалудан қорқамын, или мен керексіз болып қалудан қорқамын. Плюс қойыңыздаршы, кімге түсінікті болып жатыр вообще? Плюс қояйық. Кімге түсінікті болып жатыр? Плюс қояйық. Я өзіңіздегі жағдайды көріп тұрсыз ба? Плюс қояқшы. Вообще ахват төмен болған жаман екен негізі. Как будто тупо просто сидишь. Барлықтарыңызға түсініксіз болып жатыр ма? Не болып жатыр? Бір плюсты қою қиын болып жатыр ма? Или түсініксіз болып жатыр ма реально? Бақытгүл ханым, ұрысқанымнан плюс қойдыңыз ба? Или точно түсініп жатсыз ба? Ұрысып отыр, құрсын плюс қоя салайын дедіңіз ба? Или? Сондықтан не істейміз? Сондықтан біз бейсанамен жұмыс істеуіміз керек, түп санамен жұмыс істеуіміз керек, иә? Ал түп санада ең бірінші тағы да айтамын, мен толыққандымын деген позицияға шығуларыңыз керек. Мысалы, көптеріңіздің финансовы состоянияларыңыз, дұрыстағыларыңыз келсе, вообще өздеріңізді елдермен салыстыруды доғаруларыңыз керек. Почему? Потому что, мысалы, бір іс бастайсыздар, иә? Іс бастайсыздар, осылай, мысалы, тиктокта отырсыздар, бір іс бастап жатсыздар, и қарайсыздар, например, біреу күшті сауда жасап жатыр. Күшті сауда жасап жатыр. Ал сен болсаң, отырасында, блин, мен анау сияқты күшті емеспін, ол сияқты осындай емеспін, то есть ішіңде мен кеммін деген бір состоянияда жүретін болсаң, это уже кәдімгідей өзіңді төмендетіп тастайды. Өзіңді артқа итеріп тастайды. Сондықтан мен толыққандымын. Что бы не было, бүгінгі күнде, мысалы, самооценка деген не? Плюс-минус, я все принимаю. То есть мен адекватная самооценка деген, мен минусымды да, плюсымды да қабылдаймын, менде проблема жоқ. Я окей. Просто мен бірдемкені басқалар сияқты білмеу мүмкін. Например, менде қазір ахват төмендеп кетті, да? Но это не говорит о том, что мен бір лохпын, или мен күшті психолог емеспін, или мен дұрыс білмеймін деген сияқты сөз емес. То есть мен өзімді толыққанды санаймын. Но қазіргі күнде может бір алгоритмдар өзгерді, и мен соны дұрыс түсінбей жатуым мүмкін. Сондықтан біз не істейміз? Сондықтан біз өзім толыққандымын деген состоянияға жетуіміз керек. Екінші, мен қателік жіберуден қорықпаймын дегенге жетуіміз керек. Маған мен қателік жіберуден қорықпаймын, все окей дегенге жетуіміз керек, иә? Үшінші, мысалы, көп адамдарда бүгінгі күнде мен ашулана берем деген сөзді айтады, иә? Бірақ ашулануының артында не тұрады? Көбінесе біз өзімізді көбінесе баса берген сайын өзіміздің қалауымызды баса береміз, айтқымыз келген сөзді айтпаймыз, жасағымыз келгенді жасамаймыз, и осыдан ары қарай өзімізді баса берген сайын ол агрессия болып көтеріледі. И ол агрессия негізі өте мықты энергия. Мысалы, қай кезде көп ашуланасыздар, өміріңізде бірдемкені өзгерткіңіз келсе, или мысалы күйеуіңізге ашуланған кезде күйеуіңіз басқа бір состояние қойсын, басқа бірдемкені жасасын деген жерде біз көбінесе ашуланамыз, да? И именно осы ашу өзгеріс үшін келген энергия. Бірақ соны дұрыс қолдана алмағанымыздықтан біз не істейміз? Ол токсичная боламыз. Ішімізде ол жаңағы пассивная агрессия болады, немесе аутоагрессия болады, өзіңе кетеді, ол ауру жасайсың, өзіңді депрессияға апарасың, стрессіңді көбейтесің, да? Или жаңағы абьюзер болып кетесің. То есть токсичный адам, елді кінәлау деген сияқты, иә? Онымен тоже жұмыс істеу керек. Ары қарай, ең бәрінің түбінде тұратын, мысалы, мен күйеуім рұқсат бермейді, мен осын жасай алмаймын, немесе менің телефоным күшті емес, мен тиктокқа шығып сатқым келеді, бірақ телефоным күшті емес деген бұл крышасы болатын болса, астында тұрған, допустим, елдің сөзінен қорқам деген болуы мүмкін, иә? А елдің сөзінен қорқам дегеннің астында, мысалы, ұят сезімі тұрады, и маған жаман болуға болмайды деген тұрады. Именно осы маған жаман болуға болмайды. Ұят сезіммен жұмыс істеген кезде уже өмірде басқаша өздеріңізге әрекет етуден қорықпайтын боласыздар. Нағыз сіздерде өзгеріс. Мысалы, маған бүйтіп айтады, мен барлығын білем.
Кешеде мысалы бір ханым жазып жатыр да, вот мен барлығын білем. Ну неге менде өмірімде барлығы бұрынғыдай? Ну сен білесің, мына крышада білесің сен барлығын. Крышада білесің. Может быть, мына кішкене қабырғаның бір-екі үшеуін білесің. Но сен әлі фундаментке өткен жоқсың. Потому что сен фундаментке өткенде міндетті түрде жұмыс істейсің, сен әрекет етесің. Немесе крышада мен жаңағы маған күйеуім рұқсат бермейді, менің балам бар, просто мен осындаймын, или менің уақытым жоқ дегенмен астында сен стресстен қорқасың. Стресса устойчивый емесің. То есть, оның астында сен қателік жіберуден қорқасың. Немесе ақша жоғалтып алудан қорқасың. Сонымен бірге ақша жоғалтқан кезде саған өте көп білмеймін жаңағы үйлеріңізде кедейлікті көрген адам болуларыңыз мүмкін. Сен ақша жоғалтудан қорқамның астында кедейліктен қорқуың мүмкін да, жоқтықтан қорқуың мүмкін. И ол саған қатты жаңағы бейсанаңда әбден қалып қалған. Все, ол сені алдыға жылжытпайды. Сен төбедімен неге білем дейсің, потому что мына жақпенен жұмыс істеген жоқсың. Неге мынау болмай жатыр дейсің, мына жақпен жұмыс істеген жоқсың. Сондықтан біз не істейміз? Түбіменен жұмыс істейміз. Оның түбінде саған кедейлік деген сезімнің өзі өте бір жаман сезім. Жоқтық деген сезімнің өзі бір стресс қалып келеді. Именно осы стресспенен, осы түбіндегімен жұмыс істеген кезде вам уже будет легче әрекет етуге. Понимаете? Сондықтан осы түбіндегі маған жаман болуға болмайды, ұят сезіммен жұмыс істейсіз, мен толыққандымын деген состояниемен жұмыс істейсіз, керексіз болудан қорқу, жалғыздықтан қорқу, агрессиямен жұмыс, тағда не, толыққандымын деген состоянияға жету, бұл өте маңызды. Кім осылармен жұмыс істегісі келеді? Плюс қойыңыздаршы. Кім осылармен жұмыс істегісі келеді? Кім осылармен жұмыс істегісі келеді? Кім осыны өзгерткісі келеді? Яғни бүгінгі күнде мен арманыма жеткім келеді, бірақ та арманыма жетуге маған бірдемке бөгет жасап жатыр. Мен осыны өзгерткім келеді. Мен 100% осымен жұмыс істегім келеді. Қаншама, мысалы, кейбіреулеріңіз курстар алып жатсыздар, бірақ өзгеріс жоқ. Неге білесіздер ма? Потому что сіздер мына жақта төбеде білесіздер бәрін, я? TikTok туралы курсты алып аласыздар, Instagram туралы курсты алып аласыздар, білмеймін жаңағы бірдемке туралы курсты алып аласыздар, бәрін алып отырасыздар. Но түбінде ары қарай қозғалмайсыздар. Почему? Потому что мына жерде басқа бір тоқтатулар тұр. Маған мен идеально емеспін, идеально болып алайын деп тұр, идеально болмайтын артында, например, ұят сезімі тұр. Егер мен идеально болмай қалсам, өзімді критиковать етем, өзімнің жаман екенімді көрсетем, мен именно сол үшін әрекет етпеймін. Сондықтан осы түп санамен жұмыс істейтін, вот плюс қойып жатқандарға мен сіздерге не ұсынғым келеді? Білесіздер, я, менде өз-өзіңе терапия курсы бар. Өз-өзіңе терапия курсы ішінде 40 сабақ бар. Именно бірінші медитациядан бастайсыздар. Мен толыққандымын деген медитация береді. Мен басқалармен өзімді көп салыстыра беремін. Мен басқалардың сөзіне көп мән беремін. Мен өзімді басқалардан кем санаймын. Дейтіндер ана медитацияны тыңдайсыздар. 23 минуттық медитация, ол сіздерге постоянныға қалады. Сол медитациямен жұмыс істейсіздер, сіздерде уже өзгеріс бола бастайды. Екіншісі мидағы фильмдар деген. Мысалы, көптеріңіз өздеріңіздің мына миларыңызбен өздеріңізді бүгінгі күнге алып келіп отырсыздар. Бүгінгі күніңіз ол сіздің уже түп санаңыздың, бейсанаңыздың целі. Оны сіздер байқамайсыздар, карта желания жасай бересіздер. Жоқ, менің арман мақсатым мынау еді ғой. Сіздің вообще мына крышаңыз көп затқа решать етпейді. Сіздің мына түп санаңыз бен бейсанаңызды решать етеді. Ал түп санаңызда мен деген ақшаға лайықты емеспін деген түп санаңызда тұрма. Сіз бүгінгі күнде кредиттің ішінде жүрсіз, сіз бүгінгі күнде қарыздың ішінде жүрсіз. Да, бывает, өмір болғаннан кейін мысалы бір әрекет жасап жатсың да, и ты понимаешь, что ты в правильном пути, ішінде ешқандай конфликт жоқ, это другое дело. Бірақ та өзіңнің ішінде қарыз кредитің көп, бірақ әрекетке көшпей жатырсың, неге екенін білмейсің. Онда сіздерде, значит, мына жерде проблемалар бар. Түбінде миыңда сенің, значит, менде кедейлік туралы бір оғым бар, немесе инфантилизм бар, бірдемке мына жағында тұр. Осымен жұмыс істеу керек, понимаете? Сондықтан мидағы фильмдарды табатын сабақ бар. Жаңа өз-өзіңе терапия курсының ішінде. Одан кейін үреймен жұмыс. Мысалы, көптеріңіз айтасыздар, мен қорқа берем, ана істі бастайын десем қорқам, мына істі бастайын десем қорқам деген сияқты, я? Бұл жерде кейбіреу даже просто так өзімен өзі үйде қорқақтанып жүреді. Не то что фобия, ел маған неде қояды, қорқақтанып үй жинап шығады, қорқақтанып ел маған түрме бірденке демесін. Потому что телода қалып қалған үрей бар. Тело помнит все деген сабақ бар ғой, кітап бар ғой, сол сияқты. И сонымен бірге
телодағы үреймен бірге мысалы өзіңіздің миыңызда, түпсанаңызда басқа қандай үрейлер жатыр. Сол мидағы фильмдермен жұмыс істейтін сабақ беріледі. Мақсатқа жету стратегиясы деген ішінде үреймен жұмыс істейсіздер. Агрессияны қалай басу керек дейтіндерге агрессиямен жұмыс істеу туралы сабақ беріледі. В общем, ішінде 40 сабақ бар. Ол 40 сабақтың 25-і видео форматтағы сабақтар сізге 2 айға беріледі. 15-і аудио форматтағы сабақтар. Ол сіздерге постоянныға қалады. Плюс еще қазір осы жерде төлем жасайтындарға тағы да 40 сабақ сыйлыққа берем. Плюс еще тағы да бүгін отырғандарға скоро 4 кинотерапия берем. Соның ең біріншісі «В погоне за счастьем» деген кино бар ғой. Соны разбор жасайтын боламыз. Сол киноны разбор жасаймыз. Негізі 4 отношения туралы. Да, отношения дегенде только жігітпен қызбен ғана отношения деп көрмеңіздер. Айналаңыздағы адамдармен қай жерде крючокқа ілініп қаласыздар, қай жерде инфантилизм бар, қай жерде өздеріңізді жаңағы иллюзияңыздың ішінде өмір сүресіздер. Соның бәрін көруге болатын 4 фильмді психологиялық разбор жасаймыз. То есть кинотерапияға. Бүгін алғандарға еще кинотерапияны алуға мүмкіндік беріледі. Сондықтан кім алам дейді? Негізгі бағасы 20 000 теңге, кинотерапияның өзі бөлек 15 000 теңге, бірақ та именно бүгін алам дегендерге осының барлығы 15 000 теңгеге беріледі. Тура қазір осы стримда отырғандарға алғанға 15 000 теңгеге беріледі. Алам дейтіндер, пожалуйста, номер 775 45 55 987 775 45 55 987 775 45 55 987. Бүгінгі мүмкіндікті қолданып қалыңыздар. Кинотерапияда сіздерге кәдімгідей кинодағы жаңағы персонаждардың өмірі арқылы өздеріңіздің қателіктеріңізді табатын жерін өте көп көрсететін боламын. Сондықтан қазір алам десеңіздер, бірінші мынаған өтесіздер. Вот мен мына жақтан ноутбукпен қарап отырмын, жекеге жазасыздар. 775 45 55 987. Қараңыздаршы, біріншіден сіздерге 40 сабақ сыйлыққа береді. 40 сабақ. 40 сабақтың ішінде 25 сабақ 2 айға доступқа беріледі. 15 сабақ сіздерге аудио форматтағы постоянныға қалады. Екінші, сіздерге 40 аудио сабақ самооценка экспресс курс деген ол сіздерге тағы да бонусқа беріледі. Ол сіздерге постоянныға қалады, Сонымен бірге еще сіздер кинотерапияға қатыса аласыздар. Ол кинотерапияның негізгі бағасының өзі 15 000 теңге. Бірақ та сіздерге бүгін осының барлығын 15 000 теңгеге беріп тұрмын. Осы мүмкіндікті қолданып қалыңыздар. Қазір маған WhatsApp-қа жазыңыздар. Алам дейтіндер маған мына жерге жазасыздар. Мен ары қарай сіздерге Каспиімді берем, төлем жасайсыздар. И ары қарай уже қосатын болам. Бірінші кино уже 18 күні разбор жасаймыз. Осы январдың 18-інде разбор жасаймыз. Кинотерапияны. Сондықтан 775 45 55 987 деген номерға өтейік. Алам дейтіндер, вот номер. Тағы да бұлай жаз қойын. Терісінен, Мынаның бәрін өшірейік. Барлығы өздерінің түбінде жатыр. Барлығы қанша қаламасаңыздар да, қаласаңыздар да, барлығы түбінде жатыр. Неге деп үстімен сұрақ қоя бермеңіздер. Потому что ол негемен түкте таппайсыздар. Осы күнге дейін түкте таппадыңыздар, осы күннен кейін де түкте таппайсыздар. Сондықтан именно осы негенің бәрін біз түп санамен, именно сол түп санамен жұмыс істейтін сабақ сіздерге беріледі. Не болып кетті мынау теріс? 7 Ой, блин, отзеркаливание болып. Короче, бұлай жаз қойыншы, болды, өздеріңіз түсінесіздер, 775 45 55 987. Осы номерға қазір өтеміз. Алам дейтіндер, тура осы номерға қазір өтіңіздер. 775 45 55 987 деген номерға. Бірақ ақшам болмай тұр жазылуға. Соңғы 3-4 күн теңгем қалды. Қаласаңыз, просто 3 000 теңгеңізді жіберіп қойыңыз. 18-не дейін, бірінші разборға дейін қалған 4 000 теңгеңізді жіберіп қойыңыз. 18-не дейін қалған разборға дейін 4 000 теңгеңізді жіберіп қойыңыз. Зато осы мүмкіндікті қолданып аласыздар. Почему? Потому что бұл қазіргі беріліп тұрған, бүгінгі беріліп тұрған мүмкіндік 4 кино разбордың өзінен өте көп пайда көресіздер. Мысалы, неге жетістікке жетпей жүрмін дейтіндер, именно бірінші 18 күнгі кино разборда именно успех туралы, прям каждый киноның
моментін көрсетем, детальдарын и айтатын болам. Зато сіздер сол арқылы өздеріңізді көресіздер көп жерде. Менде де осындай бар ғой, менде осыны жасай алмай жүрмін ғой, менде осы тоқтатып жатыр ғой деген сияқты өздеріңізбен жұмыс істейтін боласыздар. Сондықтан алам дейтіндер, пожалуйста, скриншот жасап алыңыздар да мына номерға өтіңіздер, хорошо? Мынаны өздеріңізге скрин фото жасап алыңыздар. Фото жасап алыңыздар да осы жерге өтіңіздер. Осыменен аяқтайын мен, я? Қазір алам дейтіндер осыған өтесіздер де осы жерде аласыздар. Все, осымен аяқтайын. Барлықтарыңызға сәттілік, күндеріңіз сәтті өтсін. Сау болыңыздар.